Баршаңызға ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздермен Казма Тайм каналы, алғашқы ма жайлы жаңалықтар каналы. Ал біз бастаймыз. Тәуелсіздіктің 25 жылдығы монументінің жанындағы алаңда өткен Наурыз мерекелік іс-шарасы барысында Қасым-Жомарт Тоқаев ОФК-ның атақты жауынгері Шавкат Рахмоновпен кездесті. Сол кездесуде Қасым-Жомарт Кемелұлы Шавкат Рахмоновты Ақордаға шақыратынын мәлімдеген еді. Шавкат Рахманов Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлымен кездесуі жайлы айтып берді. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Наурыз мейрамы құтты болсын. Бүгін Астана қаласында Қазақстан Республикасы президентімен кездесу болды. Кездесуде президенттің қарапайымдылығы маған өте қатты ұнады. Өзінің жеке кездесіп қабылдайтынын өзі айтып өтті. Өте қуаныштамын. Алға Қазақстан. Шавкат Рахмонов Лас-Вегасты Түркістанмен салыстырды. Лас-Вегас пен Түркістанның айырмашылығы бар ма? Түркістан емес Түркістан ғой. Лас-Вегаске Түркістанға жетуге біраз бар. Бейнебаян соңында Шавкаттың жаттығу сәттерінен үзінділер. Бүгінгі күн жаңалықтары осы. Каналға жазылып лайк қоюды ұмытпаңыздар. Келесі жүздескенше.